Сәлеметсіңдер ме ізденімпаз балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 59-шы сабақ. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз балалар. Сабағымыздың тақырыбы тіршілік көзі, сюжеттің дамуын болжайтын боламыз, мәтінге жаңа кейіпкерлер қосатын боламыз. Бірінші тапсырма өсімдіктердің табиғаттағы өсіп өнуін ретімен оқы. Әңгімелеу кезінде жыл маусымын тіркестіріп айт. Мысалы, көктемде отырғызды. Мысалы, алма ағашы көктемде отырғызылады, одан кейін түйін салады, тамырланады, тамырланғаннан кейін жазға таяу көктеп, гүлдеп, жеміс береді, пісіп. Ал екінші, көктем айында жерді жыртады, тұқым дайындайды, одан кейін тұқымды себеді. Ал жазға таман жаздың соңында орып, күзге таман жинап алып, оны қамбаға тасиды. Мысал, ең есіңе түсір дейді. Мысал, аң, хайуанат затты кейіпкер етіп, солардың әрекет арқылы адам бойындағы кемшілікті келек етеді. Ал жақсы мінез құлықты үлгі етіп көрсетеді. Мысал, өсиет ақыл айтуға құрылады. Мысал, қара сөзбен де, өлеңмен де жазыла береді. Тыңда. Мысал, өлеңді тыңда. Шегіртке мен құмырсқаның тіршілігі табиғатпен, жермен байланысты екенін түсіндіре аласың ба дейді. Иван Андреевич Крылов 1769-1844 жылғы ақын, Мәскеу қаласында дүниеге келген. 200-ден аса мысал өлеңі бар. Қарға мен түлкі, шегіртке мен құмырсқа сияқты мысалдарын өзің де оқыған боларсың. Бұл мысал өлеңдер адамды жақсылыққа тәрбиелеп, теріс мінез құлықтан сақтандырады. Жалпы құмырсқа өте еңбекқор жандық, оның үйі жер астында орналасқан. Жерді қазу, тесу арқылы ол жерге пайда береді. Ал шегіртке керісінше көбінде дайын өнімге жармасады. Жазда арпа бидай түсіргенде шегірткенің көп болып кететінін байқағанда шығарсыңдар, Құмырсқа өзі қыстық қамын ойлап, жаздан бастап еңбек етіп азығын жинайтын жәндіктердің бірі. Енді мына өлеңді оқиық. Жапырақтар мен тамырлар. Жаздың жақсы күнінде бір жапырақтар сыбдыр, көлеңкесін жайып жерге, көркін көріп, көңіл өсіп, дала көркі бізде десіп, мақтанды кеп ерке желге. Ағаштардың көркі бізбен, жасыл желек киіп бізден, түсіп көзге түрленеді, сып-сида боп қалса қурап, желкілдеген шашты бұйра, біз болмасақ кім береді, біз мақтансақ қанша еп, теңірекке сая жазып көрсетеміз көпке пайда. Мал соңында жүр малшыда, ыстық күнге қалай шыдап, біз бермесек сая қайда. Көлеңкемде малша елдер бой сергітіп, жырлар, билер аз демалып, рахаттанып, тән сәріден бұлбұл менде, ерке желім келіп сенде, қамқорлығым саған да бар, сонда біреу күмбіретті. Даусы қандай құдіретті, жер астынан шыққан жар, деді былай баяу ғана өз басынан ойлау жала. Мына біздер ұмыт қалып, жапырақтар бұл кім деді, неге мұнша сілкінеді? Кім едің сен, сонша мықты, біз тұрғанда сендер кімсің, кімді алдап сендірмексің, ұят олай ойлау тіпті. Біз ғой деді әлгі дауыс, сендерге де берген табыс. Қараңғыда жерді қазып жақсылықты білмейсіңдер, білмей тұрып сөйлейсіңдер. Біз береміз ағаш қазық, рас еңбек жасадыңдар, бірақ бізді еске алыңдар. Жаңа көктем жас жапырақ, қурап қалса жерде тамыр, соқса да қанша дабыл, ағаш қалар бос қалтырап деген екен. 5. Мысал кейіпкерін болжауда саған не көмектесті дейді. 6. Жапырақтың бейнесімен қандай адамды көруге болады? Тамырдың сөзіне не қосар едің дейді. Яғни бұл жерде жауап беріп тұрған ол тамыр, мен болмасам, яғни сендер ешқандай да жеміс бермес едіңдер, шыдамас едіңдер, жасыл болып көктемес едіңдер деген сияқты. Яғни мәтін кейіпкері тамыр, кез келген өсімдіктің жасыл болуы, гүлдеуі тікелей тамырға байланысты. Себебі жерден нәр алатын, алғашқы суарылатын, суды бойына тарқататын тамыр. Бұл табиғаттың заңдылығы. Ал жапырақтың бейнесінен біз мақтаншақ, өзін ойлап қалған тәкаппар мінезді адамды көруге болады, Ал тамырдың сөзіне тамыр болмаса, азық бермес едіңдер, жайылмас едіңдер, өмір сүрмес едіңдер. Тамыр олардың өмірінің бастауы деп сөз қоссақ болады. 8. Жансызды жанды ретінде бейнелеу тәсілі қалай аталады? Төмендегі кейіпкердің рөліне еніп жапырақпен сөйлесіңдер дейді. Мысалы, мен күнмін. Бұл жерде дұрыс нұсқа мен күнмін, яғни күннің пайдасы туралы айтады. Ал жансызды жанды етіп бейнелеу тәсілі кейіптеу деп аталады.
Ал жапыраққа мен күнмін, менің сәулемнен өсімдіктер өседі, барлық табиғат жарқырап жылынады, мен адамдарға күш-қуат беремін. Менің нұрымсыз өсімдік атаулыға күн көру қиын, мен сендердің жайқауларыңа себепшімін деп сөз айтсаңдар болады. Қорыт, өлең мазмұнының өзіне пайдалы не алдың? Тіршілік көзі неліктен табиғат құбылыстарымен тығыз байланысты болатынын түсіндір. Мысалы, өлеңнің басты белгілерін атап жаз. Тіршілік көзі табиғат құбылыстарымен байланысы бұл табиғаттың ерекше бір ерекшелігі. Табиғат құбылыстары кейде өсімдікті пайда қып, кейде жойып жібереді. Сол үшін табиғат құбылыстары, мысалы, күн тым артық ысып кетсе, қуаңшылыққа, құрауға әкелуі мүмкін, ал жаңбыр жауса, алқаптар суарылып, керісінше жасылданады. Осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар балалар, назарларыңа көп-көп рахмет. Бес алуларыңа тілектеспін.